Қазір жұмбақ жасырамын. Сол жұмбақтың шешімін табайық. Жарай ма балалар? Ата-бабам ойнаған, мұра етіп қалдырған алшы, тәйке, доп пен шық жатақ қып аталған. Не екен ол балалар? Ой, жарайсыңдар, асық екен. Асық бұл ұлттық ойынмен ойнатылады екен. Және де бұл асықпен ойын ойнауға болады екен. Табан, алшы, тәйке және де хан талапай ойналады екен. Асықтың түсуіне қарай өздерінің аттары болады екен. Алшы, тәйке және де доп пен шық болады екен. Балалар, мен сендермен бірге хан талапай ойынын ойнағым келіп отыр. Мен осы қоржынды шашамын. Кімге осы қызыл хан асығы түседі, сол хан болады. Және де ойынды бірінші болып бастайды екен. Талапай-ау талапай, басталды ойын алақай. Кәнеки жинаймыз, кәнеки. Кімде қанша асық бар екен? Санайықшы. Ұлан, сенде қанша асық бар? Жарайсың. Алты. Фатимадан 6 асық екен. Ұланда 8 асық екен. Жарайсыңдар. Фатима, осы өлеңдерде қандай тағамдар бар екен, айтшы? Жарайды, тағы. Құрт. Сүт. Жарайды. Кел ал. Балалар, хан талапайы ойыны ойналады екен. Және де қызыл асық кімде болса, сол хан асығы деп аталады екен.